шақыру билетін қалай жасаймыз? Соған бір ауыз үйретіп кетейін. Соны сұраныс болып жатыр. Ал енді мынаны шақыру билеті біз CapCude'ға кіреміз. CapCude'ға кіреміз. Ақ фон қоямыз бұл жерге бірінші. Ақ фон қоямыз. Оны PicsArt'тан алсақ та болады, и жаңағы Pinterest'тен алсақ та болады. Ақ фон қоямыз. Содан кейін суреттерімізді қоямыз. Галереяға кіреміз, фотоны басамыз. Мына видео или фото деп тұр. Соған фотоны басамыз. Мына жақта мінекей. Бұл жерде мінекей. Мынаны басамыз. Мынаны басамыз. Мынаны басамыз. Ал, кеттік. Мінекей. Мына суреттерді жылыштып, ары-бері қойып қоямыз. Астында. Оның алдында біраз несін суреттерді әкеп қойғам негізі. Мінекей. Суреттер. Соны рет-ретімен қоямыз. Ал енді мен ұзақ отырмай сіздерге тез-тез үйретіп жіберейін. Енді шаблондау. Одан кейін жаңағы кольцомыз бар мына жерде. Бұл жаңағы кольцоны PNG неден Google'ден тартып алуға болады. Кольцо төбе жағында міне. Мінекей. Мінекей, мынандай кольцоларды. Ал енді осылар пока тұра берсін. Енді бізге жаңағы нені қоямыз енді. Наложенияға басып барамыз. Қайттан наложениемен біз шаблонды қоямыз. Шаблон керек болса, комментарияма жазыңыздар. Мен шаблонын беремін. Видеосын қояды екенбіз. Мінекей. Мынау жасылы бар. Осы шаблоны. Мінекей. Мен алдында жазып, дайындап көрсетіп қойғам. Енді бұлай болады. Мынаусының ішіне кәдімге жазу жазасыздар. Міне. Мынау өзі домалақ болып ашылған кезде, оның жағымен түсінікті қылып неғып қойдым. Енді бізге мына жердегі суретке ашылу керек қой, жасыл болып қалып. Өткенде бәріңізге айттым. Уже сәл түсініп қалған шығарсыздар. Мына жерде үстінен бассақ осының. Мінекей, ақ болып қалды ғой. Енді мынау вырезка деген мына астында тұр. Адамның көлеңкесі. Көрдіңіздер ме? Вырезка. Соның үстінен басасыздар. Содан кейін барып мына хромакей. Міне, хромакей. Көрдіңіздер ме? Жасылдың үстіне мына бір домалақ пайда болды. Соны сүртеміз осы жасылдарды. Енді міне жанында тағы да төбеде емес, астында интенсивность деген пайда болды төрт бұрышта мен сүрткеннен кейін. Соның үстіне басасыздар. Басқаннан кейін мінекей сызықша андай направление ары-бері мінекей жоқ қылып жібереді көкті. Мінекей көрдіңіздер ме? Біршін отырды ғой, енді бұлай көк болады. Мен бұлай сүрткен сайын, жайлап сүрткен сайын ол кәдімгідей жоқ болады мінекей. Ал окейді басамыз астындағы птичканы. Енді соның артына суретке бізге көріну керек. Мынау қыз бен жігіттің суреті көріну керек қой бізге. Мінекей. Міне. Енді осы қыз бен жігіттің үстінен басамыз. Мінекей, ақ болды ғой. Енді оны біз артындағы фонын алып тастаймыз. Не ол? Қара болмайды. Мынау вырезка деген тағы да мына адамның көлеңкесін үстінен басамыз. Басқан кезде мынау удалить фон деген тұр. Көрдіңіздер ме? Хромакей емес, жанында мынау удалить фонның үстін басамыз. Міне, өзі кетті. Көрдіңіздер ме? Мынаны енді бұлай қоямыз. Мінекей. Әдемі болып. Енді ақ болмашынан созамыз сәл. Пока жабылғанша сурет көрініп тұратын болу керек бізге.
Suret көрінбей қалмайды. Мінекей өзі жабылғанша сурет көрінбейді. Енді сурет сәл артыра тұрсын. Енді мінекей мынау болды ғой, енді сурет. Мінекей болды. Мына жерде біз суретті сәл жазуын сәл ертерек қойғанбыз. Қазір мен оны мінекей қайтадан назад басамыз да текст басамыз. Міне текст сәл ертерек болып тұр екен. Мен жаңа сәл дайындап қойғаным ғой ол. Сәл мінекей ал жаққа тағы да жылжытамыз. Бұл жерде мен жазуды жазбай неғып қойдым. Әшейін просто құрметті туған туыс бауырлар, нағашы жекжат, анау мынау солай жазасыздар ол жерде. Мінекей сол жазылады. Содан кейін ол өшеді. Сурет. Енді осының астындағы суретті іздейміз. Наложениеға қайтадан барамыз. Мінекей. Мына қыз бен жігіттің сурет шығу керек бізге. Міне соның үстінен бассақ, міне көк бөлек болып тұр. Көрдіңіздер ме? Міне өзінің фоны сәл темный болса да мейлі кете берсін. Оны удалить етіп тастауға болады. Жаңағы астында ағымен бірге тұратын болады. Енді мынаны неға жылжып кетіпті, сәл неға тартайық. Ал енді осы жерде мыналар көріну керек. Міне жаңағы олардың үстіне сәл созайық. Потому что мына беті ашылғанша, жабылғанша тұру керек осы. Енді жайлап түсінген шығарсыздар да. Ары қарай мен түсіндірмей-ақ қойсам да болатын шығар. Мінекей мына суретті аламыз бізде. Оның да фонын алып тастаймыз. Мінекей көрдіңіздер ме? Енді осымен аяқтайын. Мінекей. Мына кольцоны PNG арқылы, Google-ден PNG-ден аласыздар. Бұны жағы ең соңынан қою керек та, негізі көрініп тұру үшін. Мінекей. Ал енді мынау жағы менің дайын немді көрсете салайын. Мінекей. Көлігім жат, бүрмелі көйлек. Оны айтыңыздар. Мінекей, өстіп, өздеріңізге пригласительді өстіп істей саласыздар. Өте оңай. Алдындағы сабақтарды қарасаңыздар, бәрін түсінесіздер. Жақсы, ендігі видеомда кездескенше.